Армысыздар, құрметті оқырмандар. Жол ережесін сақтау керек дейміз, бірақ жол ережесін сақтау үшін ең алдымен оны білу керек. Енді жол ережесін қарапайым тілде түсініп алу үшін, ал қарапайым тілде түсінбесеңіз, оны сізге мына ережеден оқыған кезде түсіну қиынырақ. Себебі ережеде жазылған кезде ол әрбір пунктке сүйеніп жазылады. Сіз әрбір пунктті, мына пунктті оқып отырып, келе алдыңғы пунктті қарап, барлығын байланыстыра алып отыруыңыз керек. Ол маманның ісі әрине, ал маман сізге қарапайым тілде түсіндіру керек. Енді қараңыз, мына қарапайым жағдайлар жолдағы жол көлік оқиғасын тудырып, жүргізушілер ДТП-ға күннен күнге түсіп жатыр. ДТП неден болады? Әрине, жүргізуші көлікке отырған кезде көліктің құлағында ойнап біледі, яғни көлікті жақсы жүргізеді. Ол жүргізуші мен ережені білем деп барлығына үйретіп жүреді жолда. Яғни ережені дұрыс түсінбеген жері бар оның, ережені білмеуі мүмкін көп жерлерін. Ол бірақ білем деген сенімділігімен жүреді. Ал сол кісі ережені білмеймін, мен қарап алайыншы деген жағдайда, міне сол жағдайда ғана ол үйреніп бастайды. Сол сияқты сіз осы біздің YouTube каналды ашқан кезде, біздің каналдағы видеоларды қарап ережені түсініп алсаңыз болады. Жолда көп ДТП, ең ауыр ДТП-лардың болу себебі басып озу. Ең қауіпті маневрлардың бірі ол басып озу. Яғни сіздің алдыңыздағы көлікті басқа көлік басып озып жатқан кезде қарсы бағытқа шыға отыра, сіз де сол көліктің артынан еріп бірге басып озбақшы боласыз. Сол кезде алдыңыздағы көлік басып озып үлгереді, одан кейін сіз үлгермей қалуыңыз мүмкін. Қарсы бағыттан көлік шығып, сіз өз жолағыңызға қайтып оралып үлгере алмай қалуыңыз мүмкін. Бұл өте ауыр ДТП-лардың бірі. Осындай жағдайға түспес үшін сіз ережені білуіңіз керек. Басып озуды орындайтын кезде алдыңыздағы көлік басып озып жатпау керек. Қарайсыз, артыңыздағы көліктер басып озуға шыққан жоқ па? Алдыңыздағы көлік басып озуға шыққан жоқ па? Сосын алдыңызда қарсы бағытта көлік жоқ па, бар ма? Және қаншалықты ол жақындап қалады, қазір келіп қалуы мүмкін. Соның барлығын бағалайсыз. Сосын барып, егер қауіпсіз деп есептеген кезде, және бір өзіңіз ғана басып озуға шығасыз. Сосын басып озған көлігіңізден кейін бірден өз жолағыңызға түсуіңіз керек. Қарсы бағыттағы көлік келіп қалатын жағдайда, ол кезде сіз бірден мына жолағыңызға ауысып кететіндей қылып, бос орын қалдыруыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Сол себептен мына басып озған кезде, мысалы сіз ережені білсеңіз, сіз білесіз, мына екі көлік, үш көлік қатарынан бірге басып озуға болмайтынын сіз түсіндіңіз. Демек сіз ереже бойынша жүрсеңіз, қауіптілікті алдын аласыз, Міне, осындай ережеде жазылған жағдайлар өте көп. Сіз көлікпен жүріп келе жатқан кезде, көбісі ойлайды, мына көлікті жүргізе аламын, мен педальды газды баса аламын, тормозды баса аламын деп. Мына көлік ол тоннадан жоғары оның салмағы. Ең азы тонна. Сол тонналық темір ол жылдамдықпен жүріп келе жатқан кезде, сіз тежегішті басқан кезде ол бір мезетте тоқтай қалмайды. Қанша жылдамдығыңыз болса да. Ол жаймен жүріп барып тоқтайды, түсініңіз ба? Осы тоқтау жолы ұзақ, себебі ол көлік ауыр. Сіз мысалы пешеходқа жақындағанда да жылдамдығыңызды, ол пешеходта адам болсын, болмасын, жылдамдығыңызды бәсеңдетуіңіз керек пешеходқа жақындаған кезде. Себебі мына көлік тоқтап үлгермейді. Пешеход шыға келсе, сіз ол жерде бір мезетте тоқтай салып үлгермейсіз. Сол себептен пешеходқа жақындап келе жатқан кезде сіз бәсеңдетіп жүруіңіз керек жылдамдығыңызды. Пешеход шыға қалған жағдайда сіз тоқтап, оны өткізіп жібересіз. Және қауіпті маневр демекші, қауіпті маневрлардың бірі солға бұрылу. Қиылыста сіз солға бұрыласыз, немесе кері бұрыласыз. Осы маневрді орындау кезінде сіз әрине мына қарсы бағытта тіке немесе оңға бұрылып жатқан көліктерге жол беруге міндеттісіз. Осы мезетте мына тіке жүріп келе жатқан көліктер әрине жылдамдықпен келе жатады. Осы кезде солға бұрылып жатқан көлік үлгерем деп жүріп қалады. Сол кезде мына жақтан тіке келе жатқан көлік оған соғады. Осындай жағдайлар өте көп. Осы жағдайды болдырмас үшін сіз не істеуіңіз керек? Сіз қиылысқа шығып, солға бұрылайын деп тұрған кезде, мына қарсы жолақта келе жатқан көліктердің барлығына жол беруіңіз керек. Ереже бойынша сіз былай жасауыңыз керек. Сіз 100% сенімді болуыңыз керек өтіп кететініңізге. Сол кезде ғана сіз жүрісті бастауыңыз керек. Ал сіз егер сенімді болмай тұрсаңыз, кішкене мына көлік
келіп қалады ау қазір деп өзіңізде күмән болатын болса, онда сіз бұрылысты орындамауыңыз керек. Артыңыздан қанша сигнал бере берсін, бірақ сіз өз қауіпсіздігіңізге өзіңіз жауаптысыз. Сол себептен сізді асықтырды екен ау, мына қиылыстан тезірек өтіп кетем ау, немесе өзіңіз асығып тұрып тезірек мына жерден өтіп кетейін деп олай асығыс шешім қабылдамаңыз. Қандай маневр жасамас бұрын сіз мысалы кейбір жағдайларда бұрылып жатқан кезде көліктер қасында отырған адамнан сұрай салады: қарап жүрші, бос па, жүре берейін ба деп. Қасындағы адам: иә, жүре бер, бос дейді. Ондай болмайды. Сіз өз көзіңізбен қарауыңыз керек. Өз көзіңізбен мына сол жаққа, оң жаққа барлығын қарап, көлік қаншалықты жақын келе жатыр, сіз бұрылып үлгересіз ба? Оны сіз көлікті басқарып отырған адам өзіңіз өз көзіңізбен 100% сенімді болып барып бұрылуыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Қасыңыздағы адамнан сұрай салып, жарайды деп ол жаққа қарамай бұрылысты орындап, ондай жасамауыңыз керек. Қай жерде болса да. Түсіндіңіз ба? Қиылысқа шығып жатқан кезде де, қиылыста солға бұрылып жатқан кезде де солай сұрап шешім қабылдамаңыз. Шешімді жүргізуші өзі 100% сенімді болған кезде ғана жүру керек қабылдап. Түсіндіңіз ба? Бізде мына 2024-те айыппұлдар өсті. Айыппұлдар жыл сайын қымбаттайды. Себебі МРП деген бар, АЕК, айлық есептік көрсеткіш. Айлық есептік көрсеткіш ол жылдан жылға өседі. Ал айыппұл осы айлық есептік көрсеткіштен құрайды. Яғни айлық есептік көрсеткіштің мысалы 5 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады, 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Яғни айыппұл тікелей осы айлық есептік көрсеткішке байланысты. Сіз көбісі айтып жатады, айыппұл деген надоел, айыппұл деген бәле болды деп. Айыппұл ол сіздің ереже бұзуыңызға төленетін ақша, яғни сіз ереже бұздыңыз, демек ол нарушениені камера түсіріп алса, сіз айыппұл төлейсіз. Енді айыппұл төлемеу үшін сіз ереже бұзбауыңыз керек. Көлікті күшті жүргізіп, мен міне ереже білем деп жүрген жүргізушілер көп. Сіз көлікті күшті жүргізсеңіз, көліктің құлағында ойнасаңыз да, ереже білу ол бөлек. Ережені білу және көліктің құлағында ойнау екі түрлі жағдай. Түсіндіңіз ба? Осыны түсініп алыңыздар жүргізушілер. Сосын мен білмеймін деген жағдайда ғана сіз басыңызға ережені қабылдайсыз. Ал мен білем деп жүрсеңіз, сіз қанша видео қараңыз, сіз қанша біреуден естіңіз, бірақ сіздің басыңызға ол қонбайды. Міне мен ереже білмеймін, мына жерді білмеймін, мына жер қалай еді деп ізденген кезде ғана сіз оны қабылдайсыз. Мен көліктің құлағында ойнаймын, мен жолда 100% сенімдімін, мен ережені 100% білем деген ондайды тоқтату керек. Содан басталады барлық қателік. Өзіне уверенный жүргізушілерден қателік көп болады. Келесі видеоға айыппұлдар туралы толық видео салатын боламын, және айыппұлдан қалай құтылу керек, сол туралы өте пайдалы ақпарат беремін.